алдымызда келе жатқан шәуәл айы. Қазір шәуәл айы бірі. Бүгін бірінші шәуәл айы. Шәуәл айындағы ораза. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келеді. Мен сама Рамазана, сумма атбаъу ситта мин шәуәл, кана касиями дәһр дейді. Кім Рамазан айының оразасын ұстаса дейді, толықтай ұстап, ораза айы біткеннен кейін шәуәл айының 6 күн ораза ұстайтын болса, ол 1 жыл ораза ұстаған сияқты дейді. Қараңызшы, Алланың мейірімі қандай шексіз. Сіз 6 күн ораза ұстайсыз, Алла Тағала сізге 1 жыл оразаның сауабын жазып қояды. Алла субханала тағала бұл пенделерге деген мейірімінің шексіз екенін осы жерде көрсетті. Аз ғана амал жасайсыз, Алла сізге не алады? Көптеген нығметтер береді. Және бағана хадисте айтты ғой, пенде мен үшін ораза ішім жеуін тастады, мен үшін ораза ұстады, мен рұқсат бергенде, қараңызшы, мен рұқсат бергенде ол аузын ашты. Сол үшін оған мен жақсылық беремін. Және де сендер куә болыңдар, олардың күнәсін кешірем депті. Қараңызшы, бұл ораза айында бізді ішіп жеуден тыйған Алла субхана ва тағала. Айт күні бізге ішіп жеуге рұқсат берген, нәпсі қалаған адал нәрселерді бізге рұқсат берген Алла субхана ва тағала. Сол үшін Алланың бізге мейірімі да. Сол үшін мынау шәуәл айының оразасын ұстауға құрметті ағайынымыз тырысайық барынша.